саған дос. Не керек саған? Жоқ, кім сені шығарып салған? Кіммен кездестің? Шартым болмас. Кіммен қашан қайда кездесем өзім білем. Толқын, жыныма тиме. Кім анау? Не үшін кездестің? Қыз бен жігіт не үшін кездеседі? Махаббат сезім болғаннан кейін кездеседі, дәл сен сияқты. Сенің махаббатыңның нәтижесі бар. Ал мен енді ғана бастап жатыр. Кедергі болмақ ұқтың ба? Басыға тұрма, Толқын. Мен саған бейуақытта кім көрінгенмен қыдыруға рұқсат бермеймін. Сен мені... Әлі сен өзіңді кіммін деп тұрсың, а? Менің басым бос. Не істесем де өзім білем. Маған рұқсат беретін сен кімсің? Әкемсің ба? Жоқ әлде жігітімсің бе? Ешкім емессің. Сондықтан сабаңа түс. Өз бала-шағаңа ие бол. Әдейі менің ашуыма тиіп тұрсың ғой, Мен неге әдейі істейді екем? Сені енді әйелің ешқайда жібермейді ғой. Бейуақытта қыдырып, ешкіммен кездесе алмайтыныңа ашуланып тұрсың ба? Өкінішті. Жоқ. Керісінше құттықтаймын. Байқаусызда бойдақтық өмірімен қош айтысып қойыпсың. Ең болмаса мирасты аямайсың ба? Байқұс бала екі көзі төрт болып сені күтіп шаршап ұйықтап қалды. Әлі сен сондай күлкілісің. Мирасты араластырмай-ақ қойшы. Мен оны сенің данаңа тапсырып кеткем. Ұйықта деп айтып кеттім. Мен келгенде ол ұйықтай алмай жатты. Біраз сөйлесіп тыныштандырып, сосын барып ұйықтады. Жарайсың. Күнделігіңді алып кел, бесіңді қойып берейін. Байғұс балаға жөнді жезе тапқанша қамқор бола тұр енді. Кейін жақсылап тұрып рахметімізді айтамыз ғой. Али, әйелің көріп қойса таяқ жеп жүрерсің. Қайырлы түн. Қайырлыдан, астарыңыз дәмді болсын. Рахмет, қызым. Кел тамағын іше ғой. Мирас қайда? Мирас әлі ұйықтап жатыр. Кейін тамақтанады. Уақытылы ұйықтамаса әрине кеш тұрады. Айтпақшы, үлкен стөлге тапсырыс бердім. Отбасым толығып жатыр ғой. Бәрін істейтін стөл алып келеді. Несіне өре болдыңыз? Біз Мирас екеуміз жақында кетеміз. Сіздің отбасыңыз осы үстелге де сияды. Қайда, неге? Раушан, қызым, сенің ақылдасатын бір шаруа бар. Саған сырға салу рәсімін қашан өткіземіз? Анаңнан сұрашы. Сырға саласыздар ма? Әрине, қызым. Онсыз болмайды. Ел қатарлы сырға салып, құдалық өткізіп, ұлан асыр той жасаймыз. Керемет қой. Анашым, рахмет сізге көп. Той болмайтын шығар деп көңіл кеңітісіп еді. Сіздердің отбасыларыңызға келін болып түскеніме өте қуаныштымын. Дұрыс, Раушан. Бағалағаныңа ризамын. Сені бақытты етуге тырысамыз. Ақылың көп екен. Рахмет, сүйіктім. Бүгінгі күн жақсы жаңалықтармен басталып жатыр. Тезірек анама хабарласып, бәрін айтып беруім керек. Тоқта. Сен екі адам үшін тамақ ішесің. Асықпай тамағыңды ішіп ал. Денсаулығыңды күт, жарай ма? Айтсаң болды.